Сенің өміріңді өзгертетін үшінші қадам ол білім алу. Білім алмай істеген істің ертең берекесі болмайды. Сіз білім алып үйренбей бизнес бастайтын болсаңыз, ол бизнесте ертең қадаласыз. Әр саланың өзінің маманы бар. Мысалға мобилографияны алатын болсақ, просто фотоға видеоға түсірудің өзін сіз телефонды алып қана фото видеоға әдемі қылып түсіре алмайсыз. Сіз оны дұрыстап маманнан үйренуіңіз керек. Мысалы Қыран Талапбек сияқты эксперттерден барып үйренуіңіз керек. Сіз даже намаздың өзін просто так жай намазды жайып жүріп оқып кете алмайсыз. Сіз ол үшін бірінші сүрелерін жаттап, дұғаларын жаттап оқып үйренуіңіз керек. Сосын барып қана намазды оқисыз. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің маманынан барып дұрыстап білім алып үйрену керек. Мен өзім мысалға Валберсте жүргеніме 3 жылдай болды. Ең басында мен Таубайдан оқып үйренген болатынмын. Одан кейін Қасым Қазақтың менеджері болып жұмыс істедім. Сол жерде Есбол Мырзадан сабақ алған болатынбыз. Одан кейін барып Рашидтің менеджері болған болатынмын. Осылай білім алу арқылы мен қазір айлық оборотым 3 миллион теңгеге уже жетіп қалды. Осындай этаптардан өту арқылы ғана сіздер жетістікке жететін боласыздар. Сол себептен өмірлеріңізде өзгерісті білім алудан бастаңыздар.